Ассалаумағалейкум достар. Мен бүгін бәрінен де сен сұлу деген әніне екінші нұсқасын жазайын деп шештім. Өйткені көбісі комментке жазып жатыр, түсінбей жатырмыз деп, кішкене қиындау деп. Сондықтан да мынау оңай нұсқасын қазір жазамыз, видеоға жазайын деп жатырмын. Сіздерден тек қана подписка, лайк, комментарий және бөлісуді ұмытпаңыздар. Ал кеттік. Мынандай негізгі нұсқа, Жаз гүліндей жайнаған, масатыдай жер сұлу, аққу қаздар тойлаған, айдың шалқар көл сұлу. Өзгеден дейін сұлу, өмірлік сен сұлу, өзің сүйіп ұнатқан, бәрінен де сен сұлу деген қағыспен сондай нұсқамен үйренеміз. Бұл аккордтық нұсқа. Ал кеттік. Бірінші кіріспесі. Бұл Досым Мұқасанның нұсқасы бойынша үйретіп жатырмын. Енді сіз, допустим, сіз шықтыңыз құдалықта ән орындайды жатсыз. Сонда осындай нұсқамен орындауға болады. Бұл әбден возможно былайша айтқанда. Төмен жоғарыға қастырып, төмен жоғарыға ашық күйінде. Төмен жоғары. Бірақ соның үшінші төменіне ұрып қаласыз. Енді бұлай бұқтырып ұрасыз. Көрдіңіз бе? Ары қарай 2-4. Төмен жоғары, кейін 4 параллельно. Одан кейін 6, үстіне 3-ті бірінші созақпен ұстайсыздар. Астан 6. Осы 2 рет ойналады, ойналды. Енді осы қағыспен жалғастырып кете берейік. Кім енді бұл қағысқа қиындау болады, онда алма кезек тарта беріңіздер. Сосын со временем үйреніп кетесіздер. Ал кеттік. Міне, ары қарай. Жаз гүліндей жайнаған деген жері 2-4 ұстайсыздар. Осы қағыс міне төмен жоғарымыз. Осы 2 рет ойналады. Міне 2 рет ойналды. Ары қарай 1-3 ұстайсыздар. Оған бір ақ рет. Жаз гүліндей жайнаған деген бар. 2-4 қайда келеміз. 1 рет ойналады. Сонда қоссасыздар. Мынаған басында 2 рет, сосын мынаған 1 рет, мынаған 1 рет, Жаз гүліндей жайнаған. Ойнадық, ары қарай. 4 пен 4-ті параллельно ұстайсыздар. Мынау саусақ екеуі. Масатыдай. Маса деген сөзге 2 буынға 4-ті ұстайсыздар. Былайша айтқанда 1 рет ойнаймыз осы қағысты. Алма кезек қағысымызды 1 рет ойнаймыз. Төмен жоғары. Кейін 2-4. 1 рет осы қағыс. Кейін 1 мен 3. 1 рет. Қайырдан 2 мен 4 келеміз. Сонда шыққаны бұлай болады. Масатыдай жер сұлу. Осылай болды. Түсінікті де көреймін. Ары қарай. Аққу қаздар деген сөзге жаңағы жерде тұрамыз. Жаңағы осы қағысымыз 2 рет жасалады. Төмен жоғары қағысымыз 2 рет. 1 рет. 2 рет. Жасалды. Кейін тойлаған, аққу қаздар тойлаған. Тойлаған деген жері 1-2 ұстайсыздар. Сосын 1 мен 2 ұстап, 1 рет жасалады. Сосын 2 параллельно ұстайсыз. Оған да 1 рет. Сонда қосқанда аққу қаздар тойлаған. Шықты. Айдың шалқар көл сұлу. Айдың шал. Мынау 4 пен 4-ті параллельно ұстайсыздар. Айдын деген сөзге. Айдын деген сөзге жаңа осы қағыс кетеді. Төмен жоғары. Сосын 2-4 ұстайсыздар.
төмен жоғары. Айдың шалқар көлі сұлу. Бір, үстінен екі. Төмен жоғары. Көл сұлу деген жері енді. 1, 3. Мынандай нұсқасы бар. Көл сұлу деген. Бірақ ана дос мұқасаның нұсқасын ала отырып, бұнда бірден былай кетеді екен. Көл сұлу. Бұған 2 рет жасалады. Лу деген кегенде 1, үстінен 3. Сосын 2 рет жасаған деген соңында деп ұрып қаласыздар төмен. Енді осы жерін қосып көрейік. Айдың шалқар көлі сұлу. Сосын көлі сұлу. 2 рет емес, тіпті 3 рет жасалады екен. 1, 3 ұстап тұрып, мынау. 1 рет, 2 рет, 3 рет, сосын 4-шінде ұрып қаласыздар. Енді толығымен куплет ойнайтын болсақ, жаз гүліндей жайнаған, масатыдай жер сұлу, аққу қаздар тойлаған, айдың шалқар көлі сұлу. Міне, әрі қарай қайырмасы. Өзгеден дейін сұлу. Міне. 4 пен 4-ті параллельно ұстап, өзгеден де ең сұлу деген сөздің толығын осы жерде ұстап ойнайсыздар. Оған 4 рет ойналады екен. Өзгеден де ең сұлу. Кейін өмірлік дос тең сұлу. 2, 4 ұстайсыздар. Өмірлік дос. То есть, мынау қағысымыз 2 рет жасалады. Төмен жоғары. 2 рет. Сосын 1, үстінен 2. Көлі сұлу. 1 мен 2-ні ұстаған кезде осы қағыс 1 рет жасалады. Төмен жоғары қағысымыз жасалды. Кейін параллельно 2, 2-ні бірге ұстайсыздар. Бұған да осы 1 рет жасалады. Енді осы 2 жолды қосайық. Өзгеден де ең сұлу, өмірлік дос тең сұлу. Жасалды. Ағарай. Өзің сүйіп ұнатқан, өзің деген жері астыңғы 2, үстіңгі 0 ұстайсыздар. 0, мынау саусақпен, бірінші саусақпен 0-ді 2 рет ойнайсыздар. Мен жаңа айтып атқаным сол ғой, аккордтық нұсқа бұл ең оңай нұсқа. Сондықтан да біреуге анық қиын болып жататын болса, осылай аккорд нұсқамен ойнайсыздар. Той томалақта, құдалықта ойнап болады, ештеңе етпейді ол. 2, үстінен 0. 2 рет ойналады. Төмен жоғары. Өзің. Сосын 1, 2. Өзің сүйіп ұнатқан. Ұнатқан деген мынау 1 мен 2 келгенде дәл сол 2 рет жасалады осы қағысымыз. 2 рет. Сосын 2, 4. Оған 1 рет жасалады. Сонда общий қоссақ. Өзің сүйіп ұнатқан. Міне осылай болады. Сосын бәрінен де сен сұлу. Бәрінен де сен сұлу. Осылай болады. Бәрінен де сен сұлу. Болмаса бәрінен де сен сұлу. Негізі осылай дұрыс, 4-ке келесіздер. 4 рет ойнайсыздар. Осы жерде 4 рет дегеніміз жаңа қағысымызды. 1, 2, 3, 4. Сосын 1, 3 істейсіздер. Сен сұлу. 1 рет істейсіздер. 1 мен 3-ті. Сосын 2. 2 мен 4. Қосамыз. Бәрінен де сен сұлу. 4 рет бітіресіздер.
4 рет жасайсыздар өзіміздің қағысымызды. 2-4, иә, міне. Осылай, міне, осылай достар. Осылай ойналады, міне. Бұл бізде мынау. Деген мелодиялық нұсқаның аккорд нұсқасы, иә. Осы нұсқа бойынша сіз ән айтып кете бересіз. Ал кеттік, енді басынан бастап бір көрсетіп жүрейін. Жаз көліндей жайнаған масатыдай жер сұлу, аққу қаздар тойлаған айдың шалқар көл сұлу. Өзгеден де ең сұлу, өмірлік достың сұлу, өзің сүйіп ұнатқан бәрінен де сен сұлу, сен сұлу. Бітті, осылай. Қайырмасын қайталау керек болса, тағы да артынан қайталап жібересіздер. Ол ештеңе қиындығы жоқ. Осымен сабағымыз аяқталды. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Барлықтарыңызға ассалаумағалейкум.